Қымбатты да аяулы қызымыз, қадірлі бауырымыз, асыл ана бола білген Қайдолова Қарлығаш Бейсенбек қызынан мәңгілікке айырылып қалғанымызға 40 күннің бедер өтті. Кіші белділігі мен ілтипаты, жанға жұмсақ адам еменесі, жарқын бейнесі, қас-қағымда көрген түстей болды да қалды. Осындай ғажап жан қызымыздың нұрлы дидары, шуақты көзқарасы, мейірімді жүзі біздің жүрегіміздің төрінде мәңгілікке сақталады. Кеудем өксіп төгіп жатыр жаңбырын, тыңшымайды жүрегім жан мұңым, ақ жайлауым өзің едің бауырым. Сен де міне мәңгі ұйқыға қалғыдың, хақ бұйрығын пенде сәркес қып алған. Бізбен бірге күңіренеді мың арман, топырағың торқа болсын аманда. Хош қызым, жарылғасын бір аллам деген сағынышты өлең жолдарын арнай отырып, сахнада қайғыра еске алушылар, ата-анасы және бауырлары. Кірпік келіп үмітті, күтумен талай күн өтті. Жыласа жұбатам үнсіз жүректі. Сағындым әттең қоша